Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7 сынып 8 бөлім дұрыс тамақтану гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Сабағымыздың тақырыбы фастфуд тағамдарының зияны. Сабағымызға берілген оқу мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады. Одағай түрлерін ажырата білу, қолдану. Сабақ соңына күтілетін нәтиже: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, одағай түрлерін ажырата біледі, қолдана алады. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын видео материалға назар аударайық. Фастфуд ағылшын тілінен аударғанда жүгіріп жүріп қоректену, жылдам тамақтану дегенді білдіреді. Соңғы кездері белең алып келе жатқан уақыты тапшы адамдарға қолайлы тамақтану түрі. Фастфуд индустрия ретінде алғаш рет 1920 жылы Америкада пайда болды. 1921 жылы Канзаста White Castle атты компания ашылып, алғашқылардың бірі болып гамбургер дайындалған еді. Ал 1948 жылы Ричард және Морис Макдональдтар бүгінде әлемге әйгілі Макдональдс жылдам тамақтану жүйесін құрды. Ал отандық фастфуд нарығының қалыптасуы 1990 жылы Алматыда құрылған Шеггис ресторанынан бастау алды. Көп адамдар фастфудты коламен ішсе тезірек қорытылады деп ойлайды. Шындығына келгенде, кола асқазанды бүрлерімен қоса шайып кетеді де, фастфуд тағамдары нормадағы 8 сағаттың орнына 12 сағатта ғана қорытылады. Фастфудтың құрамында май көп те, дәрумен аз. Салмақ қосылғанмен дәруменге мұқтаждық өзгермейді. Шашы түсіп, терісі өнсізденіп, тәбеті қашып жүрген адам көрсеңіз, фастфудтың зияндылығының айта жүргейсіз. Фастфудта адамның бір күндік калориясы бар. Соған қарамастан тойымсыз. Ал жұмсалған калория семіздікке апарар төте жол екенін ұмытпағайсыз. Тағамның дәмін күшейту үшін фастфуд өнімдеріне түрлі қоспалар қосылады. Олар адамның терісінде проблемалар туғызып, ағзада жинала келе қатерлі ісік ауруына шалдықтырады. Аталмыш өнімдер никотин, алкогольмен теңдей дәрежедегі тәуелділік туғызады. Көп мөлшердегі май мен қант тез үйренісуге жағдай жасап, нәтижесінде адам үй тағамдарының дәмін сезбейтін күйге түседі. Фастфуд құрамындағы трансмайлар онкологиялық, жүрек қан тамыры ауруларының, кеуде қатерлі ісігі мен белсіздікке алып келеді. Акриламид қосындысы психикаға қатты әсер етіп, генетикалық аурулар туғызса, артық мөлшердегі қант пен тұз гипертония, бүйрек аурулары, қант диабетіне шалдықтырады. Статистикалық деректерге сүйенсек, 1980 жылы әлем тұрғындарының 23% артық салмақпен есепте тұрса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 33%-ға жеткен. Артық салмақ 1996 жылы Қазақстанда жалпы халықтың 42%-ын құраса, 2015 жылы 55%-ға дейін өскен екен. Бүгінде қазақстандық мектеп оқушыларының 40%, студенттердің 60%, күнделікті ақшаларын тіске басар алуға жұмсайтынын ескерсек, артық салмақтың үдейе түсуі ғажап емес. Видеоны көріп болсақ, оқыл мәтінмен сабағымызды жалғастырамыз. Мәтінді оқып, онда айтылған ойға қатысты өз көзқарастарыңды білдіріңдер. Ауру астан мәтеліне түсінік беріңдер. Оқыл мәтіні. Қазіргі кезде адамға ең жетпейтін нәрсе уақыт. Тіпті асты да асығып шетін болдық. Уақыты жоқ адамдар үшін тез дайындалатын тағамдарды тұтыну ыңғайлы болып тұр. Олар фастфуд тағамдары. Фастфуд сататын дүкендердің әдемі жарнамалары көздің жауын алып, адамның тәбетін ашады. Алайда өте қауіпті. Әсіресе балаларды кішкентай кезінен бастап мұндай тағамдарға үйретпеген жөн. Фастфуд деген не? Сөзбен сөз аударғанда жылдам дайындалатын ас деген мағынаны білдіреді. Көшедегі шаурма, хот-дог, бургер тәрізді азыққа қоса, чипс сияқты ұсақ түйек тағамдар да фастфуд өніміне жатады. Мамандардың айтуынша, фастфудпен тамақтануға мүлдем болмайды. Олардың құрамында май мен консервант көп болғанмен дәрумен мүлдем жоқ. Фастфудты көп тұтыну адамды психологиялық және химиялық жағынан тәуелділікке әкелуі мүмкін. Өйткені аталған өнімге оның дәмін күшейтетін арнайы дәмдеуіштер қосылады екен. Сондықтан тұтынушыларды өзіне тартып тұрады. Фастфудқа үйір жандар асқазан жарасы, созылмалы гастрит, өттің толуы,
ұйқы безінің қабынуы, жүрек қан тамырлары аурулары, семіздік, қан қысымы, сусамыр ауруларына шалдығуы мүмкін. Сондықтан көшеде даярланатын тағамдарды таңдап, талғап жеген дұрыс. Ауру астан деген дана қазақтың сөзі бекер айтылмаған. Келесі бізде әдеби тіл нормалары. Жекіру одағайлары. Жекіру одағайлары мазмұн жағынан бірнеше топқа ажыратылады. Олар нұсқау сөздер, ұсыну сөздер, тыю сөздер. Нұсқау сөздер: тәйірі, кәне, ханеки. Ұсыну сөздер: мә, міне, мінеки, әйде, айда. Тыю сөздер: жә, тәйт, тек. Келесі тапсырма: оқшау сөздерді қатыстырып, фастфуд тағамдарының зияны туралы 3-4 сөйлем жазып шығу. Келесі бізде кері байланыс тапсырмасы, оқулықтағы 135 беттегі 7-ші тапсырма. Мұнда бізге 2 тапсырма берілген, соның бірін орындап шығамыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.